Кез келген істі Алланың атымен бастап, Алла разылығы үшін деген ниетпен әрекет етсе, ол істің берекесі көп болады. Әуелі ниеттің дұрыс болуын іштей қадағалап, жақсы ой мен таза пейілдің маңызды екенін ескер. Соңғы кездері психологияда трендке айналған тақырып саналылық. Адамда үнемі екі қалып болады: автоматты және саналы қалып. Саналы болу дегеніміз не? Оның өміріміздегі маңызды қандай? Саналылық дегеніміз әрбір іс-әрекетіңді не үшін, кім үшін, қалай жасап жатқаныңды, дәл осы әрекет саған не үшін қажет екенін нақты білу. Автоматты түрде әрекет ету дегеніміз ше? Мысалы, барлығымызға таныш жағдай үй жинағанда немесе тамақ дайындаған сәтте ойымыз басқа жақта болса, үстелдің шаңы сүрттім бе, тамаққа тұз салдым ба деп ойланып қаласың. Өйткені біз ол әрекетімізге саналық қосқан жоқпыз. Ал саналы әрекет ету дегеніміз ойыңның әрекет етіп жатқан ісіңде болуы. Мысалы, тамақ жасап жатқанда әрбір процеске көңіл бөлесің, дәмді ас даярлау деген мақсатың бар. Тіпті байқасаң, автоматты түрде жасаған тамағың мен саналы түрде дайындаған астың дәмі де екі түрлі. Сондықтан саналы түрде жасалған әрекеттің нәтижесі әркез жемісті болады. Ал білесің бе, осы саналыққа жетудің бірден бір төте жолы ниет ету. Оны түзеу, жаңартып отыру, түпкі ниетті анықтап отыру. Яғни әрбір әрекетті бастаудан бұрын ниетіңді дұрыстап анықтап алу саған екі дүниелік пайда береді. Ең бастысы ниетті ажырата білу, беткі ниет және түпкі ниет болады. Осы екеуінің ара жігін ажыратып алу сені көптеген эмоционалды шығыннан, стресстен, пайдасыз іс-әрекеттен және күйзелістен де арылтуы мүмкін. Кейде бір іс жасағанда біз тек беткі ниетті ғана назарда ұстаймыз. Алдымен екеуінің айырмашылығын мысалы арқылы түсініп алайық. Жақын құрбың сенен көмек сұрап келді. Қолың тимей тұрса да бас тартпай көмектесуге келісім бердің. Алла разылығы үшін көмектесіп жіберейін деп ниет еттің. Бір күні дәл солай саған көмек қажет болғанда ойланбастан бірден өзің жәрдем берген құрбыңа хабарласасың да қандай бір себептермен көмектесе алмайтынын естисің. Осы кезде сенің ішінде бірдеңе бүлк ете қалып, мен уақытымның жоқтығына қарамай, оған көмектескен едім, ол оп-оңай бас тартты деп ренжисің. Оны сынға алсаң, демек Алла разылығы үшін деген ниетің тек беткі ниеті болғаны. Түпкі ниеттің ертең оның да маған көмегі керек болып қалар деген бартерлік қарым-қатынас немесе қазір бас тартса мен жайлы жаман пікірде қалып қалар деген қорқыныш болған. Ең әуелі Алла разылығы үшін деген түпкі ниетің болса, құрбыңнан көмек ала алмай қалғанда өзіңді пайдаланып кеткенде реніш сезімі, жақсылықты түсінбейді деген сын тағу болмас еді. Мына дүниедегі ешбір жан бере алмайтын сауап атты ресурсты жаратушыдан алдатыныңды ойлап, құрбың қанша қаласа да Алла берген сауаптан асып саған ештеңе бере алмайтынын түсінсең, ондай эмоцияларға берілмес едің. Яғни дәл осы мысалда Алла разылығы үшін деген беткі ниет болып тұр. Маған да көмегі қажет болып қалар, бір күні мен жайлы жақсы пікірде қалсын деген түпкі ниетке жатады. Сондықтан түпкі ниетті Алла разылығы үшін деп түзеп, кез келген істі жасасақ, біткен істің қайтарымына өзге тараптан алғыс күтпеуді үйренеміз де, сауабын тек Алланың беретінін ұғынатын боламыз. Ең қиыны, көп жағдайда түпкі ниет пен беткі ниеттің ара жігін ажырата алмай, өз-өзімізді алдаудамыз. Себебі бәрін автоматты түрде жасаймыз. Өзімізге мойындау қиын болып жатады. Ал егер істің басында саналылықты қосып, түпкі ниетті анықтап, оны түзеп алсақ, жоғарыда келтірілген мысалдағыдай құрбымызға ренжігенде қаншама жағымсыз эмоцияларға жол бермейтін боламыз. Бұдан кейін әрбір ісіңді бастарда, шешім қабылдарда түпкі ниетіңді анықтап, саналы әрекет жасауды қолға ал. Басында үйрене алмай ұмытып кетерсің. Сонда да берілмей, есіңе түсе салысымен түпкі ниетіңді анықтап, оны түзе. Уақыт өте бұл әдетке айналады. Өміріңдегі ең пайдалы әдетке. Себебі болмашы деп ойлаған әрбір ісіңді дұрыс ниеттеніп, жасау күнделікті ісіңнен сауап алуға, өзіңе өте көп ресурс, энергия жинауға септігін тигізеді. Мысалы, жұмыстан келіп сергіп, тазалану үшін суға түскің келді дейік. Автоматты түрде барып суға түссең, өзің қалағандай сергисің, таза боласың. Ал енді сергу, тазалануға қоса, жаратушымыз тазалықты жақсы көреді, Алла разылығы үшін өзімді таза ұстаймын деген ниет болса, жуыну құлшылық, ғибадат есебінде жазылып,
Құдай қаласа одан да сауап аласың. Көрдің бе, бір ғана жуынып шайынудың өзінен әйел баласы ниетін түзесі пайда таба алады. Көп жағдайда декретте үйде тұрған келіншектер күн сайын бір сарында қайталана беретін жұмыстан жалығып, күйзеліске түсіп кетуі мүмкін. Не себепті? Өйткені сол істің бізге қаншалықты пайдалы екенін білмей, өзімізді түк бітірмей жүрген жандай сезінеміз. Күнделікті қаншама сауап пен ресурс алуға болатын ісімізді бітпейтін күйбең тіршілік деп қабылдаймыз. Жасап жүрген ісіміздің біз үшін қандай пайдасы барын білмей, бала, күйеу, ата-ененің көңілінен шығу үшін автоматты күйде жүргендіктен көп ресурс жоғалтып энергиямыз сарқылады. Себебі күнделікті жасайтын үй шаруасы, балаларды тамақтандыру, ас даярлау, барлық әрекеттерді жасаудағы түпкі ниет анықталмаған. Немесе түпкі ниетіміз дұрыс болмай, күйеуім келгенде мақтасын, ата-енем жаман келін демесін деген сынды ой қалыптасуы мүмкін. Мұндай ниет қалыптаса, демек сен кішкентай бала позициясында жасаған ісің үшін мақтау не елеп ескеру күтіп, мақтау сөз ести алмасаң, ренжіп ашуланасың, яғни тағы да энергия, ресурс шығындайсың. Саналылықты қоссақ, ересек адам позициясынан әрекет етіп, күнделікті жасап жүрген ісіңді ниетіңмен реттесең, оларды жасау әлдеқайда оңай бола түседі. Ресурсқа айналады. Қалай? Күнде тамақ даярлау алдында Алла осы тамақты отбасы мүшелеріне сіңімді ет, шипа дарыт, мұсылмандарды тамақтандырған адамның сауабын бер маған деп ниет етсең, ниетіңе қарай сол тамағың отбасың үшін берекелі, Құдай қаласа шипа да болады. Үй тазалығын жасарда да ниет етіп, үйіңнің таза болғанын, сен үшін қандай пайдасы барын ойлап, жаратушым, үйімді сенің разылығын үшін тазартуға ниет еттім, маған қағбаны тазартқандай сауап бергейсің деп іске кірісіңіз. Балаға қарауда да ниетті дұрыстау арқылы қаншама ресурсқа кенелуге болады. Аманат етіп берілген балаға қамқорлық танытып, мейірім беруде қаншама сауапқа кенелетінін түсінгенде, жасауың керек ісіңнің барлығы оңайлана түседі. Күнделікті қайталанатын шаруалардан шаршамайсың, олардың құндылығын түсініп, түк бітірмегендей сезінбейсің. Өзің үшін қандай пайдасы барын ешкім бере алмайтын сый сауап алғаныңды түсінгенде, сендегі ресурс толыға түседі. Себебі әдетте сен физикалық тұрғыдан шаршамайсың. Мидың жасап жатқан ісіңнің құндылығын білмей, оны жасауға қарсылық танытып, іштей күрес жүргендіктен әдеттегіден өте көп энергия шығындап болдырып қаласың. Шаршаудың себебі осында. Түпкі ниетті анықтау, саналықты қосып, денеңнің физикалық жасайтын әрекетінің маңыздылығын миға жеткізу арқылы ресурсқа толығып, энергияңды үнемдеп, негативті эмоциялардан сақтануға жол ашады, Алла қаласа. Бүгінен бастап, әрбір ісіңді ниет етіп, тақырып басында айтылғандай, Алла разылығы үшін амал етсең, ешбір жерде сатып ала алмайтын қаншама сауапқа кенелесің. Жүйкең де орнына түсіп, әр күніңнің қадірін ұғынасың. Ниет туралы алған ақпараттарыңды дәл қазір іске асырып, кітап беттерінде ұсынылған ақпараттар мен кеңестерден, тапсырмалардан кемшілік іздемей, Алла разылығы үшін білімімді толықтыру, оған амал ету, күнделікті өміріме пайдалану арқылы жаңа деңгейге көтерілейін деген мақсатта оқып шығайын деген ниеттенсең, тек білім алып қана қоймай, осы кітапты оқуға кеткен уақытымыз да Құдай алдында құлшылық есебінде жазылуы ғажап емес. Осы секілді әрбір әрекетін Аллаға тапсырып, кез келген істен жақсылық, қайыр көре білген адамның өмірі жеңілдейді.